Жанар апай, сәлем бердік. Бақыт бол, қалайсың жаным? Амансыз ба? Амансыз ба, кел отыр. Ой, Наваттан шықпайтын болыпсыз ғой. Жақсы болғасын келеміз ғой. Алдында анау Шевченкода жүретініңіз ғой Наватта? Шевченкода, өткендегі ма? Иә. Шевченко бірақ мынадан үлкен. Мынадан үлкен ба? 3 қабат па, сосын астында несі бар оның? Детский бар. Балаларды рахат. Негізі Наваттың көп жерінде детский не бар? Игровой площадкасы бар. Балалар тастап кетесің, қасында аниматор бар, мен шықпайтын сол, сылдырмақты тапсырып қоям, қазда тапсырып қойдым. Ол енді мақұл ғой, енді түсініп отыр. Жалпы неге шақырдыңыз? Контент түсіреміз ба? Жоқ, қайдағы контент? Сол. Ашин шақырдыңыз ба? Ашин шақырды бүгін. Дастарханды жайнатып қойсыз ғой. Иә, жайнатып қойдым. Мә, саған самса заказ бердім. Кеше айтты ғой қарным аш деп. Бүгін үйде. Сол қарным аш. Буреки бердім. Мына жерде қаймақ бердім мінекей. Сарысы, мынау бал қаймақ, ағы ақ қаймақ кәдімгі әшейін. Мынадай бар екен. Китайский. Мына Наваттың ішінде 5 түрлі кухня бар. Соның бірінші қазақша, национальный өзіміздің. Мынаны кел жеп отыр. Қазақша, сосын не бар? Өзбекше бар. Содан кейін Қытайды қосқан, Қытай бар. Ошым ұзын сөздің қысқасы детский бар бөлек. Мына жерде 150-ден астам ассортимент бар. Сосын, конечно, мен Наваттан шықпаймын. Әр Наватта менің бір қызым бар. Мына жерде Малика, бір қызым бар. Маликаны келші жаным. Малика, жағы, мына салаттарды бердім ғой. Мен жағы Баубекке бір салат заказ бердім. Фитуш дедім ба? Фатуш. Алып келші, бір мөбеден салат шығыпты. Алып келші саны көрсетейін. Мына жердің әдемі қыздар бар екен, ә? Әдемі қыздар бар, үндемесейші, өй. Біздің Малика басы бос. Мен айтпайсыз ба, наоборот? Малика біздің баланда басы бос. Контенттік қоқасқасы көрсетейін. Ал, қара, әне. Жоқ, сен салатқа қарама, арасында Маликаға да қарап қой. Жоқ, мен вообще салат қарап отырған жоқпын деді. Міне. Керемет. Мен балама заказ бердім ғой саған. Байский шайынды алып кет көрсетші. Байский шай дейді. Қандай шай ол? Бойдақ дейін. Контент. Болды. Мінекей. Қазақта шайды 3 рет қайтарған. Біз үйге келгенде сен менен көріп атасың ғой. Иә. Келіндерді қарап отырған қайтармайды. Қазір Маликаны шай қайтару ерекше. Көрсетші қызым. Қолға қара, қолға. Тек Наваттың қыздар ғана бүйтіп қайтара алады. 3 рет қайтарады. Көрдің ба не? Несібем қайтар алып үйімде қалсын деп. Біз үйде көріп жүрсің ғой өзің. Дағы, ой, кекештен қалды ғой. Бармағыңды майыстырып тұрып кетпешіне Баубекке. Мына балада оригинальный бала. Ал. Ой, түф, рахмет. Үш енді. Ұялып отырмын. Ұялма. Ой, рахмет, бақытты бол айналайын. Сосын ана, қампалау, айтып едім ғой, дайын ба? Қампалауың дайын болса алып келші. 5 минут. 5 минутта алып келе ғой. Тағы тамазға кізіп қойғансыз ба? Саған тек қампалауды бердім. Жа айттым ғой, 5 кухня бар деп. Наваттың ішінде 5 кухня бар, керемет қыздар бар. Сосын 150-ден астам ассортимент бар. Не керек жаныңа бәрі бар. Ана қампалауды көрші. Білмейм, осы Наватқа келсем, үйге келгендей боламшы. Кереген міне. Сосын мынау деген шымылдықтың орнына қой. Бұны Наваттың ішінде кабина демейді, отау дейді, жас отау деп айтады. Жас отау әнеке ар жағында анау жиі отырған жүгі. Мә, күшті мынау киіз екен кәдімгі. Қазақтың тарихын бәрін келтірген. Сосын мына шымылдықты жауып қойып отырасың ба, жастар келген кезде, жас жаңадан үйленген отауға болады, жас отау келіп, бұйырса саған да солды, наметті түсінген. Мен сонда жас отауға келіп отырғызып. Жас отауға не үшін отырғызып жатырмын? Мен саған Наваттың не үшін көрсетіп жатырмын? Жиі келттір. Наваттың Алматыда 15 филиалы бар. Ол аз болса сенің үйіңде, ана Сейфуллиннің бойында мегаparktың ішінде тағы біреуі ашылып жатыр. Әне қампалау келді. Ал, қампалау көрдің ба? Ой, қампалау десе қампалау. Күшті сияқты ғой, Мынау Қажымқанның бойындағысы жақсы, залдары кең. Ал, тамақ жейінді. 5 минут. Кім деген мына бұл? Жанар апай бар ғой, қай жерден тамақ ішу керек екенін бәрін біледі ғой. Мен қарап отырмайын, барған жерде қателерін шығарып отырам. Осы Наватқа барам, ылғи көрем.
өзімнің үйдегі қылықтарымның әдеттерін бәрін осы жерден көремін. Жаңағыдай шай қайтарып жатыр, тағы беріп жатыр мынадай. Сосын маған ұнайды осындай. Өзіміздің ою-өрнек пен европалық кухняларға мен топырақ шашып жатқан жоқпын. Бірақ осындай жерге келген кезде, Набаттың мына кабинасына отырған кезде үйге келгендей боламын, рахаттанып отырамын. Сосын рахаттанып отырғасын тамақта ертісің еді. Иә. Мына жерде бүкіл менюін жаттап алыпсыз уже? Меню менен артық ешкім де білмейді. Неше жыл болды. Біреу бір жерге кездесуге барақса, Набат деймін ғой, қай жердегі дейді, қай жерде тұрсын деп. Рахат сол жеріне бере салып, айтып отырмын ба, әр барған жерінде бәрі танып алған мені. Қалай, тойдың ба? Иә, күшті болды, мә Жанар апай, рахмет. Айналайын, көшеде көрінген жерде бол, қайдан келген тамақ жеп жатасың. Мына жерде 24 сағат тапсырыс берсең бар ғой, әкеліп береді ғой үйіңе. Сосын бар ғой, бір үй алатын қонақтарың болса, үйге 20-25 адамға дейін тапсырыс